Анам өте қатал адам болды. Үйде не болса, қандай шешім қабылдау керек болса, бәрі сол кісінің айтқанымен болатын. Оның 3 қызы ешқашан өз білгенімізше әрекет жасап көрмедік. 2 әпкем студент болса да, киімді өздері таңдап кимеді. Олардың өз қалауы болмады, мамандықты да анам таңдады. Екеуі де кішкентай кезінен бастап қандай үйірмеге барады, не жейді, не ішеді, бәрін шешем не айтса, соны істеді. Олар тек орындаушы. Екеуінің қалауы маңызды емес еді. Олар анам разы болса соған қуанатын. Сабақты онсыз да жақсы оқыды. Екеуі де анам айтқан адамға тұрмысқа шықты. Шүкір, екеуінің де барған жерінде көп мәселе тумады. Егер мәселе туындаса, оны да дер кезінде шешетін анамыз болды. Бірақ мұның бәрі маған ұнамайтын. Екінші әпкемді алғашында күйеуі ұрып соғатын. Енді қатты ұрып салмаса да, бетінен шапалақпен тартып қалған кезде жылайтын, үйге келетін. Жақындарының қолдауына, көмегіне мұқтаж болатын. Сондайда анамыз оған қатты қолдау көрсетпеді. Қаталдық танытып, қайта сол үйге баруына жағдай жасайтын. Әрине, өзі апарып салмайтын. Міндетті түрде жездем жақ келіп, кешірім сұрап, уәдесін беріп алып кететін. Қызын беріп жіберер алдын күйеу баласында жақсылап сыбап алатын. Қазір қиындықтарға төзе білсең, ақылды болсаң, уақыт өте келе сол шаңыраққа өз билігін жүргізетін уақыт келеді, деп үнемі айтатын. Мұны бір қызына ғана емес, бәрімізге айтатын. Сөзінше өзі келін болып түскен кезде марқұм әжеміз өте қатал адам болған екен. Тек әжеміз ғана емес, әкеміз де жиі қол көтерген. Яғни жастық шағында көп қиындық көрген. Үйіне барғысы келмеді емес, барғысы келген, ажырасқысы келген. Бір рет барғанда, сондай кезде ата-анасының үйіне, аға жеңгесінің кесірінен сыймаған. Сөйтіп өзі қайтып келген екен. Сондай қиын жағдай адамды қиын өмірге үйретеді. Басыңды тік ұстауға, қатал болуға үйретеді деп жиі айтатын. Бірақ соның жас кезіндегі заман мен қазіргі заман басқа ғой. Енесі оған ұл тумадың деп жиі тиіскен. Ұлына, яғни әкеме ұл туып беретін екінші әйел де алып берген. Бірақ тағдырдың қалауымен ол әйелден де қыз бала дүниеге келген. Сол кездері әкем қайтыс болады. Әкем кеткен соң екінші әйелінен туған қыз да шетінеп кетеді. Одан кейін ол әйел де әжемен қарым-қатынасын үзіп кетіп қалған. Анама күн көрсетпеген әжем анамнан басқа ешкімге сыймай қалған. Оның қыздары, әкемнің қарындастары анасын шақырса да, өлгенше осы қара шаңырақта қаламын, ұлымның қыздарының жанында боламын дейтін. Әжем, әкем кеткен соң да анама тыныштық бермеді. Ендігі тиісу себебі ұлымның түбіне сен жеттің деп айтатын еді. Бір ойлағанда, анам өте төзімді болды. Енесі не деп жатса да бадырайып, шәй тамақ ішіп отыратын еді. Түріне қарасаң, енесіне сені тыңдап отырған жоқпын деп отырғандай. Енесіне, егер бізбен тұрғың келмесе, кете бер. Мен сені ұстап отырған жоқпын. Ал мен және қыздарым әкесінен қалған шаңырақта өмір сүреміз, деп айтатын. Енесі де кетпеді. Солай екеуі әжем кеткенше ит пен мысық сияқты ырылдасып күн кешті. Бұл біздің ығырымызды шығаратын. Көп жағдайда анам үндемейтін. Бірақ әжемнің сөзін құлағына аспай, оны жоқ адам сияқты көретіні әжемді қатты ашуландыратын. Осылайша біздің көз алдымызда әжем мен анам ит пен мысық сияқты болды. Көбінде әжем өзі сөз бастап, өзі жылап қалатын.
айқайлап, бақырып, анама аузына келгенін айтатын. Қазір ойласам, жас кезінде анама көрсеткен қиындықтың зардабын шеккен сияқты. Осының бәрі менің де психологияма әсер етті ме? Екі әпкем сияқты мен оны тыңдамадым. Өз қалауымен өмір сүргім келді. Анам маған екі әпкеммен салыстырғанда суық қарайтын. Себебі маған аяғы ауыр кезде ұл болады деп қатты үміттенген екен. Қыз болып өмірге келгенімде біраз уақыт бетіме қарамаған. Кейін келе бауырына басқанмен есейгенде осы жағдайды естіген соң мен анама суық бола бастадым. Іштей ренжідім, ашуландым. Анамды жек көрдім де. Сондықтан да оған қарсы шыға бастадым. Не айтса да орындамадым. Сол адамға ерегісіп, сабақты да жақсы оқымадым. Мектепте тырнағымды өсірдім, боядым. Әрине, мұның бәрінің ақыры таяқ жеумен, жазаланумен аяқталатын. Бірақ мені оның бұл тәрбиелеу тәсілі жөнге сала алмады. Екі әпкем де үнемі анамызды тыңдау керек екенін айтатын. Оны тыңдасам жаман болмайтынымды, өздерінің жаман болмағанын айта береді. Бірақ маған ол ұнамаушы еді. Мен анам айтқан мамандыққа да оқуға тапсырмадым. Ол ойлағандай грантқа да түспедім. Ол маған егер өзі айтқан мамандықта оқысам ғана ақылы оқытатынын айтты. Мен олай істемедім. Кішкентайымнан өзімді қызықтыратын әсемдік индустриясына кеттім. Салонға барып, мастердің көмекшілігінен бастадым. Бұл әрекетімнен болашақ көрмеген анам, уақыт өте келе өзіне кешірім сұрап баратыныма сенімді болды. Мен, әрине, көп қиналдым. Бірақ оған бармадым. Бірнеше рет сүріндім. Жолым болмаған кез көп болды. Бірақ шыдадым. Ақшам болмай қалған кездерде, тойып тамақ жемеген кездерде болды. Мен шыдадым. Мүмкін анама тартқан шығармын. Әйтеуір шыдадым. Ол да өмірінде қандай қиындық кездесе де шыдаған адам ғой. Мен де шыдадым. Уақыт өте келе жайлап аяққа тұра бастадым. Менің аяғына жығылып бармағаныма ол да таң болды. Бір күні маған өкінбей тұрғанда бұл жолдан қайтуымды, әлі де дұрыс мамандық оқып алуға болатынын, қандай қолдау керек болса көрсететінін айтты. Сөйлесуге келгенде мені мойындап келді деп ойладым, бірақ ол әлі де мені мойындамаған. Мен ұсынысын қабыл алмадым, әрине. Шүкір, уақыт өте келе, бұл салада өзіме жақсы өмір сүруге жететін табыс таба бастадым. Қазір екі әпкем де сол кезде өз қалауыңды ашық айтып, өзің үшін өмір сүргенің дұрыс болыпты, деп айтып отырады. Ал анам өмірден өтер алдын ғана менің өжеттігіме разы болғанын айтты. Анамыз да өмірдің қанша тауқыметін тартқан адам. Мүмкін қыздарын қиындықтан қорғау үшін қатал болды ма, ол жағын нақты білмедім. Әжеміз қайтыс болған кезде оған келіндік міндетін жақсы атқарып, ақтық сапарға шығарып салды. Сол кезде қайынсіңлілері қатты разышылығын білдірген еді. Мен әрекетіме өкінбедім. Және кез келген ата-ана баласының да пікірін тыңдап, оның да өмірге деген қалауын білсе ғой деймін. Мендегі өкініш, анаммен арамыздың жақсы болмағаны. Бұл өмірлік өкінішім болып қалатын шығар. Ата-аналар да мұндайға жол бермесе екен.